өгей шешелер жайлы ертегілер көп емес екенін білем. Дегенмен көңілдеріңнен шығуға тырысам. Мынау сендерге. Оны өз қолыммен жасадым. Бұл отбасымыздың белгісі ғой. Дұрыс айтасың, Джеймс. Енді біз тұтас бір отбасыға айналып, тату-тәтті өмір сүреміз. София, отбасымызға қош келдің. Миранда ханша мен София ханшайымға қош еме. Қош көрдік. Аспаннан гүл жауса. Седрик, аспаннан жауын емес, жауқазын жаусын деді. Кешіріңіз, ұлы мәртебелім, жаңа таяқшама үйрен албай жүрмін. Бұл Седрик, біздің әулеттің сиқыршысы. Оның ата-бабасы да бізге қызмет еткен. Өзі басымызға бәле болды. Раушан күлтелері. Мен де қолымды болғайын ба? Иә, сен де біз сияқты болға. Жақсы. Сәлем! Қалайсыңдар? Біз ақсүйектерге ғана тағзым етеміз. Бұл жердің тәртібін үйренгенше біраз уақыт қажет болатын сияқты. Тек менің ізіммен жүрсең болды. Келістік. Мен алдында жүремін, ал сен соңымнан ересің. Жарайды. Соңынан ерейін. Абайлаңдар, бұл жаңа ханшайымның тағы. Балақай, аяқ астыңа қарамайсың ба? Седрик мырза! Мен Седрикпін. Мен нағыз сиқыршыны алғаш рет көріп тұрмын. Аспаннан гүл жаудырғаныңыз керемет болды. Керемет түгі де жоқ. Бар өнерімді пайдалана алмай қорбап жүр емеспін бе? Айдаһарларды құрықтап, құбыжықтармен шайқасудың орнына Ролан патшаның түкке тұрғысыз тілектерін орындауға мәжбүрмін. Седрик мырза? Мен Белевикпін, сарайдың бас қызметшісімін. Біліп жүріңіз, сарайдағы тәртіпті бақылау және қадағалау менің міндетім. Дәл қазір сіз банкет залында болуыңыз керек. 30 секундқа кешігіп барасыз. Дұрыс. Мархабат. Бара жатырмын. София? Ялы мәртебелім, тыңдап тұрмын. Мені Роланд деп ата. Немесе әлгі басында тәжі бар кісі, немесе әке деуіңе болады. Патша әулетінің жаңа мүшелерін арнап салтанатты кеш ұйымдастыратын дәстүріміз бар. Анаң арнап үйлену тойын өткіздік. Енді осы аптаның соңында өзің арнап салтанатты бал өткіземіз. Тамаша,